Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Раяна екеуміз үйде самса жасайтын боламыз. Самса бізде қазіргі хит болып жатқан тюльпан самса деп аталады. Ал кеттік, видео соңына дейін келуге болыңыздар. Біздің каналға тіркелмеген болсаңыздар, бізді қолдау ретінде каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Мен қамырды алдын ала илеп дайындап қойдым, және осыны қазір 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Ал начинкасына фарш, сосын картоп, пияз болады, тұз, бұрыш. Мынаға не қосқанымның барлығын описанияға егер керек болса жазып қалдыра кетемін. Ал кеттік, ендеше қазір начинкасын дайындап алайық. Қамырымыз 30 минут холодильникте тұра тұрсын. Картошкамызды турап бастайық. Piyazı turap demeyince gözüm basanıp gitti. Piyazı turap oldu. Şimdi turşunu tuzunu salıp aralastırmalıyız. Soykunla aralastıralım gayet. Al bakalım. Farşımız dayın oldu. Міне қамырымыз тоңазытқышта 30 минут тұрып шықты. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз да, бөліп осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Енді осыны кесіп шығатын боламыз. Кішкентай қылып бәрін бірдей кесіп шығамыз. Енді кесіп шыққан қамырымызды осылай домалақ етіп дөңгелетіп аламыз. Дөңгелетіп алдық, мінекей барлығын бірдей қылып дөңгелетіп алдық. Енді осыны аздап ұн сеуіп отырып жайып шығатын боламыз. Қыздар, біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк, комментарий қалдырыңыздар. Бұл менің хоббиім, маған ұнайды видео түсірген, және де осы асханада тәттілер жасаған өзіме қатты ұнайды, сондықтан түсіріп ютубқа салып отыратын боламын. Міне дөңгелек етіп жайдық. Енді осылай ортасынан кесеміз, кесіп аламыз. Ортасынан кесіп алып, бір шетіне фаршын салатын боламыз. Фаршын салып алып, осылай шетінен бастап орап шығамыз. Және де осылай астын жақсылап біріктіріп жауып шығыңыздар. Мінекей жауып алды. Әдемі тюльпан пайда болды. Мына жерде мен видео жасағанмын. Фук-фук еткізіп, әдемі тюльпандар, самсалар пайда болып шықты. Енді осыларды табамызға пергамент қағазын төсеп, әдемілеп орналастырып шығамыз. Орналастырып шықтық. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және күнжіт себеміз. Әдемі көріну үшін 220 градуста 30 минутта пісіп шықты. Өте керемет болып шықты. Дәмін айта алмаймын, қыздар, жасап көріңіздер міндетті түрде. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.